16 жастағы пәкістандық американдық Камала Хан Джерси Ситиде тұрады және ең қарапайым мектепте оқиды. Камаланың ата-анасы қыздың жеке өмірі мен мінез-құлқын қатаң қадағалайтын мұсылмандар. Кейіпкер мектептен бос уақытында достары Накия Бахадир және Бруно Калеримен бірге жүреді. Ол сондай-ақ суперқахармандарды жақсы көреді және олар туралы фанфиктер жазады. Оның кумирі Кэрол Денверс. Комикстегі Камала Ханды білетін кез келген адам үшін Капитан Марвелге арналған сілтемелердің тым көп дозасына таңқалмау керек. Комикстерде Камала 2013 жылы Капитан Марвелдің нөмірі 14-ші тарауында Кэрол Йонрокпен соғысып бейбіт тұрғындарды қауіп-қатерден аулақ ұстаған кезде көрермен болғаны анықталды. Кэролдың ерлігіне куә болған Камала сайып келгенде жанкүйер болады. Камаланың пәкістандық мұрасы және мұсылмандық діни әдет-ғұрыптары оның күштердің табиғатына тым терең бойламайды. Камаланың үлкен ағасы керісінше ұзын сақал өсіріп, әрбір мүмкіндікті Алланың ұлылығын еске алады. Камала жасы бойынша үлкендермен үнемі сөз таластырады. Сондықтан Камала осы позициялар арасында маневр жасап, үшінші жолды іздейді. Тағы бір көлік жүргізу сынағынан сүрінбей өткеннен кейін Камала мен оның ең жақын досы Бруно Карели қыздың ата-анасы Юсуп пен Мунибаның қатаң ережелерінен аулақ бола отырып, Avenger Con атты алғашқы кек алушылар конвенциясына қатысу жоспарын жасайды. Ал ата-анасы болса қызын шараға жіберуге құлшыныс танытпай отыр. Сондықтан Камала Конгреске отбасынан жасырын түрде қашудың жоспарын жасайды. Сонымен бірге ол өзінің костюміне шығыс иісін беруді шешіп, оны әжесінің білезігімен толықтырады. Сахнаға шығуға дайындалып, қыз байқауыста ғарыштық энергия мен конвенцияда хаос тудыратын білезіктің күшін көрсетіп қояды. Соның салдарынан Камала өзінің сыныптасы Зойды құтқарып қалады. Бруно асығыс Камаланы үйіне алып кетеді. Анасы қызының мінез-құлқына наразылығын білдіреді. Кредиттен кейінгі көріністе зақымдану агенттері Клери мен Сади Дивер Камаланың оқиғасын көріп, Нью-Джерсиде тергеу жұмыстарын бастауға шешім қабылдайды. Сериал жетекшісі Бирша Али де қаны бойынша пәкістандық, бірақ ол Джерсиден емес, Лондонның шетінде туып өскен. Бұл оның кейіпкеріне Пәкістанның ата-бабалары мен ежелгі тарихымен тығыз байланысты. Сериалдың сценарийін Джерси Ситиде өскен және ересек кезінде исламды қабылдаған Виллу Уилсон жазған. Басты рөлді сомдаған Иман Веланидің өзі, Леди Берд, Скотт Пилиграмның әлемге қарсы және Джон Хьюздың жасөспірімдерге арналған діни драмасы фильмдерінен шабытталған. 2013 жылғы алғашқы мұсылман-американдық суперқахарманы ретінде таныстырылған Камала Ханның мәдени маңыздылығын асыра бағалау мүмкін емес. Сериал Пәкістан мәдениетін басқалардың құнына сынуға итермелейді. Метакритикте Марвел ханым 100-ден 78 ұпай жинады. Ал Rotten Tomatoes'те жалпы алғанда 96 ұпай жинады. Сыншылар сериалды көрнекі экспрессивтілігі және басты кейіпкердің пәкістандық тамырын ашқаны үшін жоғары бағалайды. Кастинг бүкіл шоудың басты жетістігі. Камала Ханның рөлін сомдайтын дебютант Иман Велани сүйкімді және харизматикалық жас актриса шынайы өмірден экранға көшкен сияқты. Өйткені актриса мен кейіпкердің тағдыры ұқсас. Иман Велани ешқашан актриса болғысы келмеген және өнер әлеміне кездейсоқ түсті. Марвел кино әлемінде болып жатқан кастинг туралы біліп, оны сынап көруді шешті. Оның үстіне мектеп оқушысы Камала Хан туралы комикстерді жақсы көреді. Себебі актриса Камаладан тура өзінің өмірін көреді екен. Екеуі де пәкістандық жасөспірім қыздар, ата-анасы мұсылман, олардың жеке өмірі мен мінез-құлқын қатаң қадағалайды. Осыған қарамастан Велани өзінің сүйікті суперқахарман рөліне түседі деп күткен жоқ. Өйткені оның кино саласында тәжірибесі жоқ екенін жақсы білетін. Соған қарамастан ата-анасы қызын толық қолдап, әкесі жобаның кастингі өткен Лос-Анджелеске алып барады. Иман тыңдалымда жақсы әсер қалдырып, бірінші кезеңнен сәтті өтті. Кейінірек коронавирустық пандемия басталып, түсірілім кейінге қалдырылды. Келесі кезеңдер бейне байланыс арқылы жүзеге асырылды және 2020 жылдың қыркүйегінде Канада тұрғыны Иман Велани Камала Хан рөліне сайланды. Серияда бәрі мүлдем басқаша. Marvel Studios бірінші рет суперқахарманды соншалықты мұқият бұрмалады. Экранда Камала адамгершілікке жатпайды, бірақ оның керемет күштері арнайы газдарымен емес, туысқаннан мұраға қалған сиқырлы білезік. Хан дене мүшелерінің пішінін, өлшемін өзгертудің орнына қатты жарыққа айналатын энергия ағының бір түрін басқарады. Бұл қабілет бізге көрші киноғаламдағы біреуді еске салады. Алғашқы эпизодтарда біз Камаланың мектеп ортасымен таныстық, бірақ кейін олардың ешқайсына уақыт жетпейді. Өйткені кейіпкер өзінің мәдени мұрасын зерделеуден қолы босамайды. Бірақ бұл жолда Хан өзіне жақын үш жігітті табады. Камалаға шынайы ғашық болған ең жақын досы Брунодан бастап, бүкіл экшн сахнада кездесетін қарапайым өлтіруші жауынгерге дейін. Сондықтан маусымның соңына қарай жасаушылардың тарихқа деген көзқарасы, біртұтас тұжырымдамасы болмаған сияқты. Marvel сериалдары мен фильмдердің ерекшелігі оның визуалдылығы.
Классикалық өңсіз суреттің немесе хрома пернедегі стандартты ғарыш пейзаждарының орнына мұнда бәрі жарық және түрлі түсті, жиі күлкілі эффектілерді, анимациялық граффитиді және Камаланың ішкі әлемін көрсететін басқа да суреттер мен әріптерді қолданады. Шоуды жасаушылар проблемаларды әлемнің кез келген жерінен келген көрерменге түсінікті болатындай етіп көрсетіп талқылайды. Бірақ осындай гуманистік көзқарастың арқасында ислам мәдениетінің барлық байлығы мен оның ерекшеліктері экранда көрсетіледі. Шоудың басты мәселесі серияны 10 шақты эпизодтарға созуға батылы жетпеді. Әрине, сериалда тез өзгеріп жатқан әлемде өзін табу, ғашық болу және ата-анамен тіл табысу сияқты көпшілікке түсінікті тақырыптар да көтеріледі. Мұның бәрі орынды және жобаның визуалды ерекшелігіне айналады. Әрбір супер қаһарман өз өмірінде зұлымдық пен қиындықтарды қажет етеді. Ал Камал үшін оның алғашқы зұлымдары Марвел ханымның бірінші эпизодынан кейінгі сахнада зақымдану агенті деп аталатын топ. Кек алушылар Альтрон дәуіріндегі Соковия келісімдерін орындаушылар болып шықты. Бақытымызға орай Камаланың қазір достары бар және ол Камаранды елден шығару үшін қызыл қанжармен байланысып, зақымданудан сақтап қалады. Соңғы шайқаста зақымдануды бақылау, супер адамдармен күресу үшін дыбыстық қаруды қолданады. Егер жанкүйерлер білсе, дыбыстық қаруды мұндай жолмен қолданған бірінші рет көріп отырған жоқ. Генерал Росс қайталамас Халк фильмінде Брюске қарсы күштірек нұсқасын қолданды. Бұл дыбыстық жарылыстар соншалықты жойқын болмаса да, балаларға қарсы қолдану үшін әлсіз жасалған. Зақымдануды бақылау технологиясын көру маңызды емес. Мисс Марвелді клан тағдыры негізгі антагонистер ретінде көрсетті. Олардың көпшілігі алдыңғы эпизодтарда қайтыс болғанмен, олардың барлығын серияның соңына дейін өлтіру күтпеген жағдай. Мүмкін көзге көрінбейтінен көп нәрсе болып жатқан шығар. Мәселен, Камаран анасының оған оралатынына сенеді. Бәлкім порталға қол тигізу олардың ешқайсысын өлтірмеуі мүмкін. Керісінше, оларды патшалықтан босатып, үйлеріне қайтарды. Артында қанғадан басқа ештеңе қалдырмағанмен, бұл аз өлшемнен айналысқанда өлімнің сенімді белгісі емес. 6-шы бөлімдегі тәртіпсіздіктен кейін анасының қайғылы тағдыры туралы білген Камаран Пәкістанға барып, Камала оған көмектесуін өтінген қызыл қанжармен кездесті. Комиксте Камаран зұлым болып есептеледі, сондықтан теориялық тұрғыдан оны толыққанды антагонистке айналдыра алады. Әрине, егер авторлар сериалдан бас тартуға шешім қабылдамаса. Маусымның финалы әлі де жігіттің қара істерге бармайтындығын нұсқайды. Дегенмен, франшиза жазушыларынан кез келген тосын күте алады. Камала білезікті таққанда қатты жарық деп аталатын фотонды энергия құрылымдарын жасай алады. Шоудағы визуалды SFX-ке келетін болсақ, олар фантастикалық төрттіктің көрінбейтін әйелі жобалаған күш өрістеріне шамамен ұқсас. Бірақ күлгін реңкпен. Авторлар фантастикалық мырзамен салыстыратын созылу қабілеттерін қаламаған. Шоуда Камаланың отбасы жұмбақ нөл өлшеммен байланысы бар екені анықталды. Марвел комикстеріндегі теріс аймақ көптеген кірге қарулары мен артефактілер үшін қуат көзі болып табылады. Камаланың білезігі 10 сақинаға сілтеме жасайтын қираған жерден табылды. Бұл олардың күш-қуат деңгейіне тең артефакт болуы әбден мүмкін. Шаң-Чидегі дүниежүзілік күштерді ұстап тұрған тосқауылдарды бұзуға жеткілікті мықты артефакт 10 сақина болған. Егер Камаланың білезігі 10 сақинамен шығу тегі болса, оның көп күштері Мисс Марвел аяқталғаннан кейін зерттеліп ашылуы мүмкін. Бұл сұрақтарға жауаптар біршама салмақты болады. Эпизодтың ең соңында Камаланың мутант екені белгілі болды. Бұл күтпеген сюжеттік бұрылыс, бірақ Марвел комикстерінде Камаланың мутанттарға ешқандай қатысы жоқ. Сериал соңына қарай Бруно Калтес жембірін киіп, мектебіндегі шкафқа жасырын түрде конвертті тастап жатқаны бар. Контекстке сүйенсек, бұл Камаланың шкафы болуы мүмкін. Бруно басқа жерге көшпей тұрып өзінің сүйіспеншілігін мойындау үшін қағазға хат қалдырып жатыр. Содан кейін эпизод бір аптаға алға жылжиды. Бруно әлі Калтечке кеткен жоқ. Камала мен Бруно суперқаһарманның шығу тегін талқылайды. Белгілі болғандай, Бруно Камаланың генетикалық кодын зерттеуді жалғастырды. Әңгімелесу барысында Бруно Камаланың туыстарынан қандай да бір айырмашылығы бар екенін айтады. Жігіттің айтуынша кейіпкерде мутацияға ұқсайтын бірдеңе бар. Демек сонда Мисс Марвел алғашқы мутант па? Осыдан кейін классикалық X адамдар анимациялық сериясы тақырыбына арналған әдемі риф пайда болады. Бұл Камала ханым мутант деген дәлелдейді. Әрине, Марвел киноәлемінде Камалаға дейін басқа да мутанттар болуы мүмкін еді. Дегенмен кейіпкер алғашқы расталған мутант болып тұр. Марвел киноәлемінің негізгі өлшемінде мутанттарды енгізу туралы алдағы Марвел жобаларында айтылған. Тор, Махаббат пен найзағай фильмінде Аракия нәсілінің мутанттар құдайына ұқсас кейіпкер пайда болды. Оның аты Орас Сератта. Сұңқар және қысқы сарбаз сериясында Мадрипур көрсетілді. Комикстерде бұл қалаға мутанттардың табаны тиген. Профессор X балама шындықтан дәрігер Стрэнджі күтіп алды. Ал кек алушылар Альтрон дәуірі және WandaVision сериалында Ванда мен оның ағасы Квиксильвер мутант екені айтылған. Әзірге жанкүйерлер тек шағын сілтемелері мен X адамдарына байланысты эпизодтарға риза болады.
6 бөлімдегі оқиғалардан соң 2 апта өткеннен кейін Камаланың төсегіне құлап жатқанын көреміз. Содан соң Мунибаны ғылым бойынша үй тапсырмасы туралы бірдеңе айтқан дауысын естиміз. Тіпті супербатыр атағы болғасын жерде орта мектепті жақсы бағамен өту керек. Өкінішке орай Камаланың жұмысқа кірісуге уақыты жоқ. Өйткені оның назары күштерінің оянуы нәтижесінде пайда болатын жарқырауды шығаратын білезігіне тез аударылады. Мұны түсінбей тұрған Камала артындағы шкафқа магнит тәрізді тартылып кетеді. Оның орнына Кэрол Денверс пайда болады. Ол жан-жағына қарап, Камаланың бөлмесіндегі суреттерді көреді. Араға секунд салмай, Кэрол экраннан қашып кетеді. Шындығында бұл көрініске келгенде көп нәрсені көруге болады. Әрине, ең алдымен Камалаға не болды деген сұрақ туындайды. Бір қарағанда Кэрол екеуі орындарын ауыстырған. Яғни біздің жас кейіпкеріміз дәл қазір басқа жерде. 2023 жылдың шілдесінде шығуы тиіс фильмде Камала, Кэрол және Моника Рэмбо әлі ашылмаған қарсыластармен күресу үшін біргеді. Мисс Марвелдың соңғы сахнасы осы саяхатындағы алғашқы қадам болуы мүмкін. Үшінші кезең аяқталғаннан кейін бірқатар суперқахармандар қайтыс болып зейнеткерлікке шығуы, Марвел продюсерлері мен жазушылары жаңа кейіпкерлерге билікті, беделді және супер-державаларды беру жоспарларын жасай бастады. Disney Cruise Line эпикалық шоуының жаңа үзіндісі Энтони Маккидің Капитан Америкасы мен Иман Веланидің Мисс Марвелы алғаш рет кездескенін көрсетті. Макки алғаш рет Марвел киноәлемінде Сэм Уилсон ретінде пайда болды. Оның альтер эгосы Сұңқар. Дегенмен Уилсон Сұңқар мен Қысқы сарбаз сериалында Стив Роджерстың мантиясын алып, келесі Капитан Америка болғаны бәрімізге мәлім. Көрермендер Маккиді Капитан Америка ретінде мини-сериалдан кейін көрмеген. Жаңа бейнеде Маккидің Капитаны мен Веланидің Марвелы бір-бірімен алғаш рет кездесіп тұрған кадр бар. Капитан Америка миссиясын аяқтап базаға қайтып бара жатқан көруге болады. Кетер алдында ол Камаланы мақтап, оны тазалық міндетіне қояды. Оған жасөспірімнің әдеттегі жауабы бар. Тұтастай алғанда шоуда Пол Рад сомдаған құмырсқа адам мен Ара, Капитан Америка, Капитан Марвел және Мисс Марвелден тұратын қызықты топ бар. Әрине, интерактивті оқиға Таностың суреті ешқашан болмаған балама уақыт сызбасында өтеді. Ақыр соңында екеуінің ортақ тұстары бар. Уилсон бірінші қара түсті Капитан Америка болса, Мисс Марвел алғашқы мұсылман суперқахарманның мантиясын кию мәселесіне тап болады. Сонымен қатар көрермендер кейіпкерлердің жаңа ұрпағы мен аға буын арасындағы динамикаға қызығушылық танытуы мүмкін. Бір жағынан олар жас қаһармандарға күшті тәлімгер және үлгі бола алады. Бірақ күннің соңында коменданттық сағаттың болуына байланысты кек алушылардан алшақ жүру мүмкін. Мисс Марвел финалында Камала Хан шам бағанасына отырған классикалық комикс панелінің реакциясы бар. Сана аманат сұхбатында шам бағанасындағы отырыс менің сүйікті сәттерімнің бірі ғана деді. Соңғы жылдары Марвел киноәлемінде сиқыр, уақытқа саяхат және қазір параллель әлемдер, мультиғалам сияқты сенімді жанрлық тапсырмаларды қабылдады. Ши-Халк заңгері Брюс Байнердің немере ағасы және адвокаты Дженнифер Уолтерс туралы. Джен немере ағасымен тіл табысып кеткен жазатайым оқиғадан кейін ол Брюске ұқсас жасыл құбыжыққа айналу үшін өзінің таңғажайып қабілетін ашады. Көп ұзамай Уолтерс супер адамдардың мүдделерін қорғайтын арнайы заң бөлімін басқарады. Дженнің бірінші клиенті кенеттен Эмиль Блонскийге айналады. Ол жексұрын лақап атымен аталатын халықтың ескі қарсыласы. Джессика Гоаның Ши-Халк заңгері суперқаһарман оқиғасын заманауи заңгер әйелдің күресі туралы комедиямен біріктіреді. Бас кейіпкер ретінде күшті, тәуелсіз әйел және әртүрлі гендерлік негіздерге жиі сілтеме жасаудан ұялмады. Ағасымен жаттығудан кейін Джен өзінің керемет күштерін пайдаланбайды. Сценарий авторлары мұны болжай алмады. Серияның 3/1-нен кейін барлығы 9 эпизод болады. Авторлар Дженге өз күшін көрсете алатын сынақтарды да қойған жоқ. Бастапқы эпизодтарда Джессика Гоаның сериясы объективті әлеуметтік саяси мәлімдемеге көбірек ұқсайды.
заманауи өзін-өзін қамтамасыз ететін әйелдің өмірін, күрделілігін және оның қиындықтарды жеңе білу қабілетін көрсетудің еш айыбы жоқ. Шоу авторлары Марвел киноәлеміндегі халықтың бүкіл тарихын білмейтін сияқты, немесе олар өз кейіпкерін ақымақ және дөрекі етіп көрсеткісі келеді. Шоу авторлары осының барлығымен жеткілікті ойнап, оқиғаны жан-жақты зерттеуге көшеді деп сенгім келеді. Дегенмен, Ши-Халктың көңілсіз басталуы Марвел киноәлеміндегі ең әлсіз жобалар туралы пессимистік ойларға келеді. Жобаның қызықты фактілері Халк, Тони Старк пен өткен миссиялар туралы естеліктерді құрметтейді. Серияның басында Брюс, темір адаммен және басқа да кек алушылармен жұмыс істегенін еске алады. Старктың жиделерде Бэннердің зертханасына сақталады. Брюс Эмиль Блонскиймен болған барлық жанжалдардың артында қалғанын айтады, өйткені ол бұрын басқадан болған. Бұл керемет Халк оқиғасының көрсеткіші. Онда Халк рөлін Марк Руффало емес, Эдвард Нортон ойнады. Сонымен, екінші эпизодта Дженнифер интернеттегі мақалаларды қарап отыр және оның жағында төбелес бастаған темір тырнақшалы адам туралы тақырыпты көруге болады. Сірә бұл Хью Джекманның жыртқышы туралы айтқан болар. Бұдан біраз уақыт бұрын Wolverine, Дэдпул фильмінің 3-ші бөліміне оралатыны расталды. Көрермендерге арналған бұл өтініштер дәл сол Дэдпул фильмдері сәтті болған кейбір жанрлық ерекшеліктерді, немесе келемеждеуге арналған өткір және батыл әрекет сияқты емес. Нәтижесінде сериалдың көптеген мәселелері, сәйкес антагонистің болмауы, кейіпкерлердің қызықты өзара әрекеттесуі және франшизаның ең әлсіз бөлігі болмаса, ең әлсіздің бірі деп атасақ та артық айтқаным емес. 9-шы эпизодта Джен мен интеллигенция арасындағы шайқас барған сайын абсурдтық және мағыналы эпизодқа айналғанда Джен барлық сюжеттік желілердің басына келетін өзінің ашуын шығарады. Финалда хакерлер Дженнифердің итімдік бейнесін жұртшылыққа жариялағанда бұзылады. Тыныштанып басынан бастау үшін Дженнифер Эмиль Блонскийге барады. Ол зұлым болуға мәжбүр. Ал Ши-Халктың жанкүйерлердің бірі Тодд Флепс Дженнифердің қанын ұрлап, тағы бір Халк болу үшін өзіне инъекция жасайды. Жолда Халк басқа ғаламшардан ұлымен бірге жерге оралады. Дженнифер Уолтерс, үйлесімсіз қырғынның куәгері Эмиль Блонский, Халк, Титания сияқты серияның көптеген кейіпкерлері бір жерде жиналып, өзара күлкілі шайқас бастайды. Кейіпкер болса, мұндай сөз тіркесінің кесірінен сасып қалып, 4-ші қабырғаны бұзады. 4-ші қабырғаны сындыру қабілетінің дәрежесіне қарай кейіпкер Disney Plus шоуының логотипінен шығып, оның мәзірін біздің шынайы әлемге апаратын Assembly деректі фильміне жақындайды. Marvel түсірілімінде Ши-Халк жазушыларынан үміт күткен ол, барлығының артында тұрған жұмбақ адамға бет алады. Ол жерде соңғы эпизодтың неге соншалықты жалқаулықпен ойлап табылғанын сериал жасаушылардан білуге тырысады. Ши-Халк франшизасының негізгі идеяларын басқаратын Кевиннің штаб пәтеріне барып, оның тірі адам емес, жасанды интеллект екенін біледі. Оның толық аты жақсартылған визуалды білім қарым-қатынасы дегенді білдіреді. Бұл тікелей өмірдегі Marvel Studios компаниясының президенті Кевин Файгиге сілтеме. Екеуі бірден қызу әңгіме бастайды. Дженнифер жанкүйерлер тарапынан жаңа жобалардың сапасына әсер ететін жаңсақ сценарийлер мен күмәнді шығармашылық таңдауларға қатысты негізгі сынды байқады. Сонымен қатар X адамдардың пайда болуы туралы мәселені айтады. Кевин ымыраға келіп, Дженнің қалуына байланысты соңғы эпизодта қайта жазады. Мүмкін Ши-Халк заңгер сериясын ең дамыған жасанды интеллект жазбаған шығар. Бірақ Marvel киноәлемінде дарынды авторлар мен режиссерлар жасаған керемет жанрлық туындылар бар. Сайып келгенде Джен бірнеше айдан кейін оған қажет прагматикалық бағытпен аяқталады. Тодд қамауға алынды. Эмил шартты түрде мерзімнен бұрын босату шарттарын бұзғаны үшін түрмеге қайта жіберілді. Daredevil қайтадан пайда болады. Джен Мэтт Мёрдокты отбасымен таныстырады. Ал Халк өзінің ұлы Скарды күтпеген жерден дебют жасауға шақырады. Сонымен қатар Ши-Халк заңмен айналысады және осыдан кейін мұқият сот төрелігін жүзеге асырады. Өйткені бұл оның тарихы. Маусым бойы Дженнифер Уолтерс белгілі бір жағдайларда аудиторияға тікелей сөйлеп, 4-ші қабырғаны бұзды. 4-ші қабырғаны бұзу бұл поп мәдениетте тамыр алған классикалық әдіс. 4-ші қабырғаны бұзу көрермен мен өнер арасындағы шекараны бұзуды білдіреді. Таңғалдыру, қорқыту, кадрлардың қаншалықты жасанды екенін көрсету. Сондықтан көрерменде спектакльдердің қатысушысы болып саналады. Театрда 4-ші қабырғаның қирауы көрермендерді тыныштандырады. Яғни бұл жай ғана ойдан шығарылған оқиға мен конвенция екенін еске салады. Соңғы эпизод Дженнифер Уолтерске қарсы қолына қару алған интеллигенция интернет тролльдары мен мизогонистер тобының жетекшісі кім болды деген сұраққа түпкілікті жауап берді. Көткендей Джон Бастың кейіпкері Тодд Халк король болып шықты. Айлакер еркектік бейнесін бейнелейтін сәтсіз зұлым қауым жиналысына Ши-Халктың дәл алдында қанмен сарысуды енгізіп, жасыл құбыжыққа айналады. Джен Marvel Studios басшысы Кевинге барған кезде бұл оқиғаны өшіреді.
Сондықтан Тодд кісендегі ақмақ жек көруші болып шығады, ал несиелік эскиздерде ол сот ғимаратында пайда болады. Дженнифер Уолтерс ең нашар антагонистердің бірі, Тоддпен мәңгі қоштасады деп үміттенеміз. Джен мен Мэтт Мёрдок арасындағы романтика жалғасуда және күшейе түсуде. Біз Уолтерс отбасының жаңа ғашықтары мен мейрамдық сахнадан көрдік. Маусымның аяқталуын ескере отырып, She-Hulk Daredevil жарияланған басқа жобаларда пайда болуы мүмкін. Мысалы, Винсент Донофрио сомдаған Уилсон Фиск Daredevil қайтадан туыл сериалына оралуы тиіс. Егер авторлар осы аттас комиксінің сюжеті арқылы шабыттанса, онда Кингпин Daredevilдің бетпердесінің астында кім жасырынып жатқанын біліп, оның өмірін әртүрлі жолдармен жоюға тырысады. Бұл жағдайда заңгер Дженнифер Уолтерстың көмегі Мэтт Мёрдокқа пайдалы болады. Соңғы эпизодта Эмил Блонский өзінің мотивациялық сөздерімен ақша табу үшін зиялы қауым өкілдерінің жиналысына түседі. Ол күтпеген жерден жағдай бақылаудан шығып, Тодд Дженге зиян тигізгісі келетін жасыл құбыжыққа айналады. Эмил Уолтерстың жағына шығады, бірақ кенеттен пайда болған Халк не болып жатқанын түсінбейді және Блонскийге шабуыл жасайды. Франшизаның жанкүйерлері көптеген жылдар бойы күткен реванш басталады. What the fuck? What the fuck is this? That is not funny. Бірақ содан кейін жекпе-жек үзіліп тоқтатылады. Marvel студиясына еніп, Джен оқиғаларды қайта жазады. Нәтижесінде Халк оны құтқаруға келмеді, ал Абоминация түрмеге түсті. Несиеден кейінгі көріністе Эмил Блонский сиқыршы ашқан портал арқылы Фонгпен бірге қашып кетеді. Ең ықтимал сценарийлардың бірі, Блонский найзағылар командасына қосылуы мүмкін. Онда Валентина Эмилді арнайы қызметтердің бақылауынан құтқаруға уәде береді. Мен Блонскийдің өз басынан өткерген ауыр жолдан кейін әлі күнге дейін зұлымдыққа оралмайды деп үміттенгім келеді. Саккар планетасында Халк чемпиондар сайысында тек күресумен шектеліп қалмады. Ол жерде оның Скар атты ұлы болды. Оны Брюс туыстарына She-Hulk заңгер сериясының соңғы эпизодының финалында таныстырды. Рагнарёк оқиғаларынан кейін салыстырмалы түрде аз уақыт өткенімен, Скар нәресте емес, жас жігіт болып шықты. Сірә жігіт бірте-бірте Marvel киноәлемінде әкесінің орнын ауыстырады. Бірақ алдымен Брюс оған тәлімгер болады және оны суперқахарман командаларының біріне қатысуға дайындайды. Мысалы, жас кек алушылар. Сондай-ақ Скар әкесімен бірге келе жатқан Капитан Америка жаңа әлем тәртібі фильмінің басты антагонисті Тим Блейк Нейлсон ойнаған суперзияткерлік зұлым көшбасшыға қарсы күресте қосылады. Мүмкін Халк пен көшбасшы арасындағы қақтығыс алыс емес. Комикстердегі Халктың басты жауларының бірі көшбасшы, сондықтан олардың қарама-қарсылығы Marvel киноғаламының келесі жобаларында көрсетілмесе біртүрлі болады. Франшиза бізді Халк туралы бір танымал комиксінің сюжетін қайта қарауға итермелейтін жоққа шығаруға болмайды. Капитан Америка жаңа әлем тәртібі генерал Тадей Роустың оралуын растайды. Бұл жолы оны Харрисон Форд сомдайды. Комикстерде Қызыл Халкқа айналған осы генерал Роуз екенін атап өткен жөн. Жексұрын, Скар, Халк әйел және Халктың өзімен бірге дүниежүзілік соғыстың сюжетін түсіндіретін жобада көрсетілуі мүмкін. Бізге Брюстің әйелінің өлімі үшін қатыгездікпен кек алатын түпнұсқа оқиғаны көрсету екіталай. Дегенмен бәрі Marvel студиясы гамма сәулелену әсерінен кейіпкерлердің қатысуымен үлкен төбелес дайындап жатқанын меңзейді. Қазіргі уақытта She-Hulk'тың екінші маусымы ресми түрде жарияланған жоқ. Жалғыз белгі екінші маусымда Джен оның сериясына шығып, басқа Disney Plus жобасына енуге мүмкіндік беретін саңылауды пайдалана алмайды деген сөзі болуы мүмкін. Бұл сөздерді байыппен қабылдауға болмайды. Бірақ әр әзілде бір шындық бар. Егер сіз қандай да бір ақылсыз арманда екенмін деп күдіктеніп, көзіңізді уқалап жатсаңыз, мен сізге бұл шындық екенін хабарлауға асығамын. Crazy curvy wavy big titties little waist body crazy curvy wavy big titties little waist body yada 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 Marvel кейіпкерлерінің интимдік өмірі әрқашан жанкүйерлер арасында талқылауға айналды. Өрмекші адамда MJ, Тони Старкта Пеппер Потс, Торда Джейн Фостер, сонымен бірге Капитан Америкада Пегги Картер бар. Бірақ оны өмірдің махаббатына апарған жолы тегіс емес еді. Стив Роджерс мұзда қатып, бүгінгі күнге дейін жеткізілген аты аңызға айналған Картермен билеу мүмкіндігін жіберіп алды. 21 ғасырдағы 12 жылында Роджерстың Пеггимен өмір сүру үшін бұған дейін Стивтің романтикалық кездесуі Капитан Америка азаматтық соғыс кезінде жиені Шеронмен біртүрлі сүйіспеншілік қарым-қатынаста болды. Бірақ бұл She-Hulk сериалында көтерілген соңғы тақырыпқа оралмас бұрын Роджерс пәктігін жоғалтама деген сұрақ туындады.
Капитан Американың пәктігі Брюс Бэннер мен Дженнифер Уолтерс арасында әңгіме болады. Бұл пікірталас бірінші серияның негізгі бөлігінде қарастырылғанмен, посткредиттік сахна Роджерстың пәктік мәртебесі туралы сұраққа жауап берді. Бэннер Роджерстың 1943 жылы Біріккен қарулы қызметтер ұйымдары турында бір қызға бола пәктігін жоғалтқанын айтады. Сонда Пегги Картер Капитан Американың алғашқы ғашығы емес пе? Пегги Стив Роджерс үшін жалғыз адам емес екенін біліп, жанкүйерлердің көңіл қалуы мүмкін. Бірақ оның осы турда пәктігін жоғалтқанын мойындау әлде қайда мағыналы, өйткені Роджерс ұзын бойлы, бұлшық етті, әрі бүкіл Американың қаһарманы болған. Демек, ол штаттарда гастрольдік сапармен өткізген айларында тартымды бишілер тобының сүйемелдеуімен оның көптеген ұсыныстары болатыны сөзсіз.